Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі бізде рубрикада шыршаны үйде өсіріп көру. Бұны қалай тұқымын қалай жинау керек екенін қазір сіздерге көрсететін боламын. Бұны біз желтоқсан айында Астанадағы ботаникалық саябақтан ұлымыз екеуміз қыдырып жүргенде жинағанбыз. Қалған шыршалар ашылған, кеуіп қалған және ашылып, ішіндегі тұқым бар жоғы білінбей қалды. Менде тек осы 2 тұқым ғана қалған шырша. Міне осындай кез келген шыны немесе пластик ыдысқа салып, қақпағын мықтап жауып, қатты жан жаққа асты үстіне оңды солды етіп осылай шайқап шығамыз. Ең бастысы шырша бізде кепкен болу керек. Жаңғақ кепкен болу керек. Міне ішінде көрдіңіздер ме, мұндай дән сияқты. Ол бізде шыршаның дәні өте майда. Көріп тұрсаңыздар, ұшындағы қарасы ғана ол бізде тұқым болып келеді. Осындай 1-2 миллиметрлік шыршаның дәнінен үлкен алып ағаш өседі. Сенесіздер ме? Алланың қандай құдіреттілігі де, қандай тамаша да. Енді біз бұны осындай ыдысқа алып өсіріп көрем. Бұл менде дайын топырақ салынған, әмбебап топырақ. Астында дренаж саласыздар, егер бар болса. Жоқ болса, менде мына кішкентай ыдыс, қатты суғарсаңда ол менде суға толып, немесе шіріп кетпейді. Кейбіреулері пенопласт салып жатады. Енді сіздердің қалауларыңызша. Мен үстіне кішкене жаңадан топырақ салып жіберемін. Бұлар менде ылғалды топырақ. Кішкене осылай басып жіберем. Енді топырағыма кішкене ылғал беру үшін осылай қасықпен суғарып жатырмын. Сіздерде пульверизатор бар болса, сонымен сепсеңіздер болады. Ол да жақсы. Мен әрбір жерін түртіп қойып жатырмын, щоб мына су топыраққа жақсы сіңсін деп. Ал енді біздің тұқымдарымызға келейік. Мен осындай ағаш зубочисткамен ақырын ғана алып отырғызып бастадым. Телефонды фокустайын десем, жасалмай жатыр. Міне әрбіреуін осылай бір ыдысқа саламын, отырғызып. Қарап отырсаңыздар, өте майда. Енді көретін боламыз, бұдан шыға ма, шықпай ма. Негізі YouTube желісінде осылай отырғызып көргендер бар. Кейбіреулері қағаз сүлгіге салып отырғызды. Тамырын шығарып көрді, өскіндерін. Олай да жасауға болады, бірақ маған осы ыңғайлы болды. Міне, қараңыздар, бір жаңғақтан шыршаның осыншама дән шықты. Дәнін салып болғаннан кейін үстінен тағы да бір мәрте су құйып шығамын. Көп емес, сәл-сәл 1-2 тамшыдан әрбір дәннің үстіне, тұқымның үстіне осылай құйып шығамын де. Бетін целлофанмен жауып қоям. Яғни біздің ылғалымыз буланып кетпес үшін. Және менде жылы жерде осы үстелдің үстінде тұрады. Іске сәт. Осы шыршаның өсуін бірге бақылайық.